Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Арнамызға қош келдіңіздер. Біз өткен сабағымызда электромагниттік индукция заңын талқылаған болатынбыз, сіздермен. Бірінші бөлік, екінші бөлікті енді біз бүгін өтеміз деген болатынбыз, келесі сабағымыз бізде екінші бөлікке арналады. Уақытты көп созбай, екінші бөлігіне көшейік, кеттік. Бірінші сұрағымыз, магнитті суретте көрсетілгендей контурға жақындататын болсақ, контурда пайда болған токтың А нүктесіндегі бағыты қандай болады? Бұлай есептейік, А нүктесі дегеніміз бізге жақын бөлігі деп есептейік, біз жағын. То есть, мынау біз жағы деп есептейік, ал мына жағы ар жағында жатыр деп есептейік, бізден ары қарата жатыр. Енді бұл жерде қалай анықтаймыз? Электромагниттік индукция заңына келейік, формуламыз бар бізде, минус дельта фи бөлінген дельта т деген бағыт. Енді осы формуламызда мына минус деген бағыт бізде всегда Ленц ережесі деген бойынша кетеді. Ленц ережесі бойынша осы жерде минус деген таңба болады деп айтылады бізде. Бұл минус деген таңбамыз бізде қазір біздің бағытымызға тікелей әсер етеді. То есть біз қазір бұны қалай шығарамыз? Бізде мынандай, жалпы электр қозғаушы күші, электромагниттік индукция заңын кішігірім анықтамасын айтып кетейік. Егер белгілі бір жерде уақыттың өтуімен магнит ағыны өзгеретін болса, ол жерде электр қозғаушы күші пайда болады. Ол бізде қалай? Мысалға, мына жерде бізде N-нан S-қа қарата бағытталатын магнит өрісі бар, мына магниттің айналасында пайда болатын N-нан S-қа қарата. Осындай магнит өрісі бар. Енді біз магнитті мына жерге контурға жақындатқан сайын, мына контурдың ауданы S болатын болса, магнит ағынының формасы бізде қалай? BS, Мен мына магнитті былай қарата жақындатқан сайын, S деген жағымен, мына жердегі контурдағы менде магнит ағыны артады ғой. Себебі мына жерде менде жақындап жатыр. Магнит тесіп өтетін магнит ағыны артады. Енді мына контурдың өзінде магнит ағыны қайда бағытталған? Магнит ағыны мына бағытта бағытталған, S-қа қарата бағытталып жатыр ғой магнит ағыны. Және магнит ағыны артып жатыр менде. Магнит ағыны артып жатыр. Олай болса, бізде мынандай кез келген нәрсе өзінің тыныштық қалпына ұмтылады деген нәрсе бар, Инерция заңын еске түсіретін болсақ, Ньютонның бірінші заңы деп айтсақ болады. Дененің инерттілігі деген нәрсе бар, Дене тыныштық күйде болса, ол тыныштық күйде қалуға ұмтылады. Бір қалыпты қозғалса, дәл сондай қалпында қозғалуға ұмтылады. Инерттілікті көрсететін шама масса деген нәрсе болатын, Дәл сол секілді бізде бастапқыда мына жерде F деген, F1 деген магнит ағыны болды. Одан кейін, мына магнитті жақындатқан сайын F2 деген магнит ағыны пайда болып жатыр. Ал F2 F1-ден үлкен, артып жатыр. Олай болса, бұл жердегі магнит өрісі не істейді? Тоже бастапқы қалпына ұмтылады. Бастапқы қалпына ұмтылады деген сөзіміз, мына жерде менде жаңадан магнит ағыны пайда болады өзінен өзі. Және де бұл магнит ағыны, мына менің бастапқы магнит өрісінің бағытына қарама қарсы магнит өрісі пайда болады. Новыйдан магнит өрісі пайда болады. Мына магнит ағыны менде артып жатыр ғой, оңнан солға қарата көбейіп жатқан кезде, бұны бастапқы қалпына қайтару үшін оған қарама қарсы магнит өрісі пайда болады. То есть көбейіп жатса, оны азайтады. Ал егер азайып жатса, оны көбейтуге тырысады. Осылай менде магнит өрісі пайда болады. Демек, мына минус деген Ленц ережесіндегі таңбамыз осыны көрсетеді. Қарама қарсы бағытта магнит өрісі пайда болады. Енді менде новыйдан индукцияланған магнит индукциясы менде осы. И бұл жерде енді тоқтың бағытын қалай анықтаймыз? Тоқтың бағытын оң бұрғы ережесі бар, мынандай. Бас бармақты аламыз. Бас бармақ менде осы индукцияның бағытын көрсетеді. Оңға қарата ұстаймыз. И былай айнала магнит
То есть тоқ пайда болады деген сөз. Немесе мына өткізгішімізді алатын болсақ, мына ручканы алатын болсақ, оңға қарата бізде магнит индукциясы пайда болады да, былай айнала тоқ жүреді. Айнала тоқ жүреді, егер сіздерге қарататын болсам, былай жүріп жатыр, иә. Мына жағында менде жоғары қарата бағытталады, сол жағында, ал оң жағына келген кезде ол төменге қарата бағытталады. Сонда мен былай қарата ұстаған кезде ол төменге қарата. Демек, А нүктесінде ол не істейді? Төменге қарата бағытталады деген сөз. Былай менде магнит жақындаған кезде жоғары қарата, жерде А нүктесінде ол төмен магнит ток пайда болады деген сөз, төмен бағытта. Келесі тағы бір мысалымызды талқылайық. Келесі мысал. Дәл осыған ұқсас, байқасаңыздар, менде енді не өзгеріп жатыр? Менде жылдамдық. То есть, мынаны мен керісінше тартып алып жатырмын. Жаңа мен мына неге контурыма мен жақындаттым ғой. Енді керісінше контурдан тартып жатырмын. Алыстатып жатырмын. Бағанағыдай, бастапқыдай тоже S-қа қарата магнит өрісі кіреді. Бастапқыдағы менде магнит өрісі менде оңынан солға қарата бағытталған. Енді мен бұны алыстатып жатырмын. Бастапқыда Фи1 деген магнит ағыны болды, кейін Фи2 деген магнит ағыны болады. Мен енді бұны мен тартып жатырмын ғой, алыстатып жатырмын. Алыстатып жатқан кезде мына жердегі тесіп өтетін магнит өрісі, магнит ағыны тоже азая бастайды. Алыстатқан кезде азаяды. Демек, Фи1 Фи2-ден үлкен. Енді қараймыз. Біз не деп айттық? Тыныштық қалпына ұмтылады дедік. Олай болса, менде азайып жатса, оны қайтадан көбейту керек. Көбейту үшін дәл сол бағытта магнит өрісі пайда болады деген сөз. Жаңа айттық қой. Мына жерде менде қалай? Бірінші жағдайында менде көбейіп жатыр. Көбейіп жатқаны үшін оны азайтуға жаңадан магнит өрісі пайда болады, оған қарама қарсы бағытта. Бастапқыда солға қарата болса, магнит өрісі. Бұл көбейіп жатқандықтан оған қарама қарсы бағытта пайда болады. Ал мына екінші жағдайында менде азайып жатқандықтан оған бағыттас бағытта пайда болады. Демек, мен жаңа қайтадан басбармақты пайдаланамын. Басбармақ енді менде оңға қарата емес, солға қарата бағыттаймын. Сол кезде былай айнала магнит өрісі пайда болады, то есть электр өрісі тоқ пайда болады. И менің жақ бағында А нүктесінде ол қайда кетеді? А нүктесінде ол мына жағында жоғары қарата кетеді деген сөз. Демек, менде жоғары бағыт деген сөз. Түсінікті болды деп ойлайын. Ары қарата талдайық. Келесі үшінші тапсырма. Магнит өрісі бар екен, бізден ары қарата бағытталған. Және де менде мынандай жасыл, менде мынау сым. Жасыл сымға менде мына жерде не бар? Шам қосылған. Енді не дейді? Мына мен өткізгіш сымның екінші суреттегідей қылатын болсам. Екінші суретте деген сөз, жерде S1 деген аудан бар, мына жерде S2 деген аудан бар. S1-ім S2-ден үлкен, то есть аудан кішірейіп жатыр. Осы ауданды мен сымды аламын да былай сығам, сымды кішірейтем ауданын. Сымды кішірейткен кезде мына шам менде жанама дейді. Давайте көрейік. Электромагниттік индукция заңы бойынша тоқ қай кезде жүреді? Менде магнит ағыны өзгерген кезде. Ал магнит ағыны өзгеру деген сөз, менде магнит өрісі өзгеру керек, немесе аудан өзгеру керек. Менде аудан өзгеріп жатыр ма? Аудан өзгеріп жатыр. Демек, мына шам не істейді менде? Жана бастайды деген сөз. Аудан өзгерткен кезде. Айны тоқтың бағытын қалай анықтаймыз? Қараймыз. S1 деген ауданда менде B деген магнит өрісі бар. S2 деген ауданда, мына жерде B1 деп айтайық. Былай айтайықшы, Фи1 деген магнит ағыны бар. Мына жерде Фи2 деген магнит ағыны бар. Фи1 үлкен менде, Фи2-ге қараған кезде. Неге? Себебі аудан үлкен болды бастапқыда. Аудан азайып жатыр. Аудан азайып жатса, менде магнит ағыны азайып жатыр. Осының алдындағы тапсырмаларды еске түсірейік, біз не деп айттық? Қайтадан жаңадан магнит ағыны пайда болады. Егер азайып жатса, оны көбейту керек дедік, көбейіп жатса, оны азайту керек. Біздің жағдайымызда Фи2 деген магнит ағыны азайып жатыр.
Азайып жатса, менде жаңадан магнит өрісі пайда болады. Азайып жатса, оны көбейту керек, бастапқы бағытпен бағыттас болады. Бастапқы бағытым X, бізден ары қарата. Демек, жаңадан пайда болатын магнит ағыны да бізден ары қарата болады. Демек, қайтадан мен оң бұрғы ережесіне келем. Бас бармақты мен бізден ары қарата бұрам, бізден ары қарата ұстайым, и айнала магнит өрісі пайда болады. Магнит өрісі менде сағат тілімен деген сөз, иә? То есть магнит өрісі емес, тоқ пайда болады. Демек, сағат тілімен менде тоқ жүреді осылай. Тоқтың бағыты сағат тілімен болады деген сөз. Келесі, 4-ші тапсырмамыз. Дәл соған ұқсас, енді керісінше ауданым үлкейіп жатыр. S1, S2. Шам жанады, аудан өзгерген үшін. S1 кішкентай S2-ден, олай болса, Фи1 тоже кішкентай Фи2-ден. Енді біздің жағдайымызда магнит ағыны артып жатыр. Магнит ағыны артып жатса, оған қарама қарсы бағытта магнит өрісі пайда болады. Мұнау бізден ары қарата бізге қарата. Бас бармақты бізге қарата ұстайым, өзіме қарата ұстайым. И бұлай айнала магнит ағыны пайда болады. То есть сағат тіліне бұл жағдайда қарама қарсы бағытта. Пайда болатын тоқтың бағыты сағат тіліне қарама қарсы бағыт деген сөз. Демек, осы есептерге қарай отыра, бір қорытынды шығарайық. Жалпы кез келген жерде электромагниттік индукция заңы бойынша тоқ пайда болу үшін менде екі нәрсе өзгеру керек деген сөз, екі нәрсенің біреуі. Либо менде мына B өзгеру керек индукция, немесе S-нен аудан өзгеру керек. Немесе қазір косинус альфа дегенге келеміз, контурдың өзі бұрылу керек. Келесі, 5-ші тапсырма. Төмендегі графиктен қай уақыт аралығында контурда ток пайда болатынын табыңыз дейді. Жаңа айттық, осының алдындағы есепте. Менде магнит өрісі өзгеру керек, немесе аудан өзгеру керек, немесе бұрыш өзгеру керек. Біздің жағдайымызда магнит өрісі бойынша келіп жатыр. Қай жерде өзгереді? Ол мына бөлікте өзгереді менде, 3-4 секунд аралығында өзгереді. 4 пен 5 секунд аралығында өзгереді. Және де 7 мен 9 секунд аралығында өзгереді. Демек, осы уақыт аралықтарында менде ток пайда болады деген сөз контурда. Келесі, 6-ші тапсырма. Диаметрі 20 см болатын шеңбер магнит индукциясы 14 Теслаға тең біртекті магнит өрісінде орналасқан. Егер шеңберді 0,2 секунд ішінде 90 градус бұрышқа бұратын болсақ, онда шеңберде пайда болатын электр қозғаушы күші. Енді бұл біздің айтқан жаңағы немізге байланысты болды. Косинусқа байланысты болып келіп жатыр екен. Енді электр қозғаушы күші деп отырғанымыз дельта фи бөлінген дельта т. Олай болса, мен Фи1 мен Фи2-ні тауып алайын, енді косинус альфасымен. Фи1 бастапқы жағдайында БС косинус альфа. Б деп отырғаным 14. Диаметрі 20 см болса, бұның радиусы менде 10 см болады деген сөз, немесе 0,1 метр. Аудан деп отырғанымыз πr квадрат, 0,1-ның квадраты 0,100-ден 1. Және де косинус альфа. Мен бірінші мұнаған n дейтін нормальды құрастырамыз, Және де осы n нормальмен мұна b-ның арасындағы бұрышты аламыз, екеуінің арасындағы бұрыш 0 градус. Косинус 0 градусын 1-ге тең. Демек, 0,100-ден 14 π деген осынша Вебер магнит ағыны өтіп жатыр бастапқыда. Фи2 деген магнит ағынын табамын. Тоже 14. Ауданы π көбейтілген 0,100-ден 1. Енді, мұна екінші жағдайда менде n деген нормаль менде былай қарата кетеді. Екінші жағдайында менде нормалім төменге қарата бағытталған, b менде оңға қарата бағытталған. Арасындағы бұрыш қанша градус? 90 градус. Косинус 90 градус қаншаға тең? 0-ге тең. Демек, екінші жағдайында 0 деген сөз. Демек, бұрышқа қатысты осылай. Менде дельта фи керек. Фи2 минус Фи1. Минус 0-ден азайтам 0,114 пиді.
бөлемін қанша секундта дейді? 0,2. Мына минуспен де плюсті береді. 0,14-ті 0,2 бөлсем, 0,7 пи деген шығады. Осынша вольт. Немесе 0,7-ні 3,14-ге көбейтемін. 2,1 2,98 вебер болады деген сөз. Осынша электр қозғаушы күші пайда болады. Демек, осы есептердің барлығында қарай отыра мынандай бір қорытынды шығарсақ болады. Бізде жалпы электр қозғаушы күші пайда болу үшін үш шаманың бірі өзгеру керек. Менде Б өзгеру керек, немесе аудан өзгеру керек, немесе осылай менің контурым бұрылып отыру керек, бұрыш өзгеріп отыру керек, альфа деген. Немесе магнит өрісі өзгеріп отыру керек, былай айтқан кезде бұрыш всегда өзгеріп отыру керек. Осы үш шаманың біреуі өзгерген кезде менде электр қозғаушы күші пайда болады, немесе ток жүреді десек болады. Келесі 7-ші тапсырма. Дәл осылай 30 градусқа бұрылса дейді. Давайте фибрді тауып алайық. Фибр Б деп отырғанымыз 15, аудан деп отырғаным 10 см, 20 см, 0,1 метр килограмм, 0,2. Бұл менде 0,102 болады. Көбейтеміз. Б менде бастапқыда 10-ға қарата кеткен, бірінші жағдайымда. N деген нормалім менде Б мен бағыттас. То есть N деген менде 10-ға қарата кетіп бара жатыр. Және де Б деген менің векторым тоже 10-ға қарата кеткен. Косинус 0 градус, косинус 0 градус 1-ге тең. Екеуін көбейтемін, екеуін көбейтетін болсам 0,3 вебер деген болады. Енді фи 2-ні табамыз дәл осылай. Менде нормаль менде қалай қарата кетеді, былай қарата кетеді. Нормаль деген менде былай қарата кетіп жатыр. Менде мынау былай кетіп жатыр. Мына жер 30 градус дейді. 30 емес. Мынау 30 болатын болса, былай кетіп жатыр менде. 30 градус, мына жағын мен таба аламын, мен 60 градус деп аламын, Қайтадан дұрыстап салып алайыншы, сіздерге түсінікті болу үшін. 60, не үшін 60 болатындығын көрсетейін, сіздерге. Андай бір түсіністетін болса, жазықтық. Мына жақ менде 30 градус дейді. И мына мен бетке мен 90 градуспен нормаль түсіріп жатырмын. Мына жер менде 90 градус. Жалпы мынаның барлығы менде 180 градус қой. Енді маған қай жер керек? Мына жеріндегі альфа деген бұрыш керек, Общий 180, мына жер 90, альфа 90. Демек, альфаға 90 қосам, оған 30 қосам, осы үшеуінің қосындысы менде 180 градус болу керек деген сөз. Демек, альфа осы жерден 180-нен азайтамын 120-ны, то есть 60 градус деген осы жерден шығады. N деген нормаліммен былай қарата кетіп жатқан B-ның арасындағы бұрыш менде 60 градус деген сөз. Сонда 15 көбейтем 0,102, косинус 60 градус. Косинус 60 градусым 2-ден 1-ге тең деген сөз. Мына екеуін қысқартам, 0,101 деген болады, немесе 0,115 вебер деген болады. Енді мен электр қозғаушы күшін табуым керек, ол менде дельта фи. Дельта фи деп отырғаным фи 2 азайтылған фи 1 бөлінген дельта т деген сөз, Фи 2 0,115 азайтам 0,3 бөлемін 0,3-ке. Алдында минусы бар. Минус, мына жерде минус 0,115 бөлемін 0,3-ке. Сол кезде 0,5 вебер болады деген сөз. Вебер емес, вольт. Электр қозғаушы күшім пайда болған 0,5 вольт деген сөз. Қайтадан бұрыштың өзгеруіне келіп тұр бұл тапсырмамыз, Осылай біз қорытынды соңында қайтадан өзіміздің қорытындымыздан нақтылай түсеміз. Электр қозғаушы күші пайда болу үшін Б өзгеру керек, немесе аудан өзгеру керек, немесе бұрышымыз өзгеру керек. Осы үш жағдайдың біреуі орын алатын болса, менде электр қозғаушы күші пайда болады деген сөз. Келесі 8-ші тапсырма. Қабырғалары осынша болатын тікбұрыш пішінді өткізгіш рама индуктивтілігі 0,5 Тесла магнит өрісінде айналғанда рамада амплитудасы 0,8 вольт индукциялық электр қозғаушы күші пайда болады. Раманың айналу жиілігі.
Менде рама айналып жатыр. Демек, менде мына жерде мынандай бір формуламыз бар деген сөз. BS косинус омега Т деген сөз. Бөлінген дельта Т. Мен осы жерде туындалам деген сөз мына шамадан. Фидан туындалам деген сөз. Мына бөлу дельта Т деген сөз туындалу дегенді көрсетеді бізде. Туындалуды көрсетеді. Сол кезде не шығады? Омега деген шама менде алдына шығады. Мысалы, косинус 3х-тен туындалатын болса қалай болушы еді математикада? 3 деген шама алдына шығады, минус синус 3х деген болушы еді ғой. Дәл сол сияқты т-ға қатысты омега алдына шығады, мына минус пен косинустан шығады, минус плюсті беріп кетеді. Сол кезде омега bs синус омега болады деген сөз. Эпсилон макстың мәні менде осындай болады, омега-тан. Омега-т енді өзінің теңдеуін жазатын болсақ, эпсилон деп отырғанымыз эпсилон макс синус омега-т. Демек, эпсилон макс деп отырғаны менде мына шама деген сөз. Электр қозғаушы күшінің максимал мәні деп отырғаным омега көбейтілген b көбейтілген s дегенді білдіреді. Ал омега деп отырғаным циклдік жиілікке ол 2π ньюді көрсетеді. Осы жерден мен жиілікті табатын болсам, электр қозғаушы күшінің максимал мәнін бөлемін 2π-ға, көбейтемін b-ға, көбейтемін s деген ауданға. Олай болса жиілікті табайық. Эпсилон макс деп отырғаны менде 0,8 бөлемін 2π-ға, 2 көбейтілген 3,14. b деп отырғаным 0,5. Ал ауданым 40 см, 20 см. Төртбұрыш екеуін көбейтем. 40 см деп отырғаным 0,4. 25 см деп отырғаным 0,125. Бұл екеуін көбейтетін болсам, бұл менде 1-ді береді. 0,5-ті 2-ге көбейтсем, тоже 1-ді береді. Демек, 0,8-ді мен бөлемін 3,14-ке. 0,8-ді бөлемін 3,14-ке. Бұл менде шамамен 0,125 деген шығады. Айналу жиілігі осынша герц деген сөз раманың. Келесі 9-шы тапсырма. Магнит өрісінің энергиясына қатысты. Тоқ күші бар, энергия бар. Егер тоқ күші 2 ампер, энергия менде W мен белгіленеді. 1,2 миллиджоуль болатын болса, индуктивтілікті тап дейді. Энергияның формуласы бойынша магнит өрісінің Li квадрат бөлу 2 деген сөз. Осы жерден L-ді табуым керек. 2-ні энергияға көбейтем, I-дың квадратына бөлем. Олай болса индуктивтілікті табайық. 2 көбейтілген 1,2, оның минус 3 дәрежесі милли деп отырғаным, тоқ күші 2 көбейту 2. 2-нің квадраты. 2 мен 2 қысқарады. 1,2-ні мен 2-ке бөлсем, 0,6, оның минус 3 дәрежесі генри болады деген сөз. Немесе 0,6 милли генри. Жалпы осымен біздің тақырыптық тест талдауымыз аяқталды. Барлықтарыңызға түсінікті болды, ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызды енді алдағы уақытта келесі сабақтарда күтетін боламын. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.